Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен қазақтың хас ақыны Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толуына орай өтіп жатқан «Боламын ақын Қасым әліде мен өлеңін бөбегіндей әлдилеген» атты өлеңдерін оқу челленджін Балқаш қаласы білім бөлімінің 10-шы жалпы білім беретін мектебінің мұғалімдер қауымынан қабыл алдым. Ей, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Тағы жұрт деп тағы да танымассың, білмессің, үйткені мен қазақпын, англичанин емеспін. Танисың ғой сен оның өзінен бұрын мылтығын, дәріптейсің қасиетін, адамы түгел итінің. Мен де оны бір кезде етігінен танығам, қадай басып өкшесін, далама кеп қаңғыған. Тәкаппар дүние төріне емін еркін шықсам-ау, айтқанымды тыңдатып, айтқандарын ұқсам-ау, деп ойлаушем сол болды, арманыма жеттім мен. Қасым Аманжоловтың өлеңдерін оқу челленджін әріптесім, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Нұрлан Өмірғалыұлына жолдаймын. Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен, бұл шетімен жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір қанама. Уа дариға, алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Жата алмасем, топырағыңда тебіренбей, ақын болмай, тасың болсам мен егер. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Мен төзіңдей байтақ едім, кең едім, қызығыңды көріп еркін келемін. Сен даямай бердің маған барыңды, мен даямай барым саған беремін. Дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың өртке тиген дауылдай өршіл өлеңдерін оқу челленджін Балқаш қаласы білім бөлімінің 16-шы жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жолдаймын.